Сәлем достарым, қалдарың қалай? Сіздермен бір немен бөлісейін деп едім. Бүгін есіме түсті осы сөздер. Сіздер білесіздер ме, мен Құдайға келгенде, енді келген кезімде 2018-де. Сол кезде мен тізеге отырып Құдайға айтатын: сен не үшін мені таңдап алдың? Сен не үшін мен саған не үшін керекпін деп сондай сұрақтар қоятын Құдайға. Сол кезде мен оған айтатын: мен білімсізбін, менің білімім жоқ, менің жоғарғы дипломым жоқ. Не үшін мен саған керекпін? Мен ой жүгіртіп, өз ойымды да айта алмаймын деп сөйтіп Құдайдан сұрайтын: не үшін сен мені таңдап алдың деп. Сол кезде біраз уақыт өткеннен кейін Құдай маған киелі жазбалар арқылы жауап беретін. Оқып көрейін. Қараңыз, қаншалықты маңызды киелі жазбаларды оқығаны. Өйткені Құдай киелі жазбалар арқылы сөйлейді. Бауырластар, Құдай сендерді шақырғанда өздерің кім болғандарыңды назар аударыңдаршы. Табиғи тұрғыдан қарағанда араларында даналар, билік иелері, асыл туғандар көп емес еді. Бірақ осы дүние кімдерді ақмақ деп санаса, Құдай данышпан, ақылғой делінгендерді ұялту үшін соларды таңдап алды. Және осы дүние күшсіз деп тапқандарды Құдай күштілерді ұялту үшін өзіне таңдады. Осы дүние маңызды деп есептейтіндерді жою үшін Құдай осы дүниені менсінбей, қорлап, түкке тұрғысыз деп санағандарды таңдап алған дейді. Көрдіңіз бе? Осылайша Құдайдың алдында ешкімнің де мақтануына болмайды. Егер мақтанғың келсе, кім мақтанғысы келсе, тек қана жаратқан иемен мақтансын деп жазылған. Көрдіңіз ба? Осы сөздер маған өте қатты жігер берді. Осы сөздер арқылы мен рухани тағы өсе бастадым. Сондықтан өте маңызды киелі жазбаларды оқығаны. Өйткені Құдай осы киелі жазбалар арқылы сөйлейді. Жарай ма? Жақсы сіздерге.